Қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Құдай оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жебірейіл періште уахи әкеледі. Әй Дәуіт, Тәңір саған бір ұл нәсіп етеді, бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба? дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаппар иемнің әміріне не қылса да ризамын, деп келіседі. Көп замай Дәуіт ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан, оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдында қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпандарыңа қатал, достарыңа адал бол, ғалым бол деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да, бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт Тәңірісіне: «Уа Жаппар ием, маған ұлыңның пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым деп едің». Сол кезде Тәңірі: «Я, Дәуіт, ұлыңның пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл таутас, аң құс 18 мың ғаламға патша қыламын» деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты деседі. Осыған орай Сүлеймен де су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасына таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баласының қолына құман мен сүлгі беріп, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деп тәмсіл сөз Сүлейменнен қалған екен. Қонақтың қолына құман мен су құюға байланысты ел аузында мынадай бір хикая сақталған. 1945 жылы соғыстан қайтқан бір жауынгер еліне келіп, ас беріп Құран оқытады. Жауынгердің өзі қонақтардың қолына су құйып, бәйек болып, құрақ ұшады. «Беріңіз аға, мен құяйын» деген жас балаларға кезек бермепті. Қонақтар үйлеріне қайтқан соң жауынгер ауырып, төсек тартып жатып қалады. Көңілін сұрай келген ағайындарына ол: «Майданда жүргенде Құдайдан күндіз түні: Уа Тәңірім, тек туған жеріме аман жеткізе көр. Жат жерде өлуден сақта. Ата мекеніме табаным тигесін, жанымды алсаң ризамын» деп тілеуші едім.
дұғам қабыл болып, отанға аман есен оралдым. Ел ішінде ұзақ жасағым да келді. Көптің батасын алсам, бір шарапат тиер ме деп, құманмен де өзім су құйдым. Бірақ батаны аямай жаудырған жұрт, ғұмырың ұзақ болсын, 100 жаса деп бір тілек айтпады ғой. Егер осылай дегенде, Тәңірі көптің тілегін қабыл етіп, өмірімді ұзартар ма еді, кім білсін. Амал нешік, енді қайтып басымды көтермеспін. Себебі соғыста елге жеткен соң, жанымды алсаң ризамын деген сертім бар еді. Сол сертім жібермеді білем депті. Содан көп замай өзі де дүниеден өтіпті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар. Біздің каналымыз ұнаса, лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Бұл біз үшін маңызды.